Мына баяғыда бір жаңадан түскен жас келін дейді. Көршісіне келіп тұр дейді, көрші, менің белім ауырып жүр деп. Сөйтсе көршісі айтады дейді, ей, белің ауырса енеңе түкіртіп ал деп қояды дейді. Қой, енеме түкіртсем жазыла ма десе, көршісі айтады дейді, білмеймін, жыланның уы емдеп жатады ғой деп қояды дейді. Мына баяғыда дейді, күйеу мен әйел мәшинесін ұрысып келе жатыр дейді. Сөйтсе әйелі күйеуінің жанын шығарып барады дейді. Ана мынаусы мына қояншы қалбаста, сөз таусылғап қараса жолдың жағасында бір екі шошқа жайылып жүр дейді. Сөйтсе әйел сөз таппай қалып, әні сенің туысқандарың жайылып жүр деп. Сөйтсе күйеу айтады дейді, менің туысқандарым қайынатам мен енем ғой деп қояды. Шапалақтап отыр әйелға. Мына баяғыда дейді, бір ағамыз жұмысқа баратын болып уақыт болып қалады, не істерін білмейді, баласын балабақшаға шығарып салу керек, такси тоқтатып айтады дейді, мына баланы балабақшаға дейін апарып тасташы. Көке 500 теңге, 1000 теңге берем, балабақшаға дейін кіргізіп жібер. Мақұл дейді, баланы артқы сиденьяға отырғызып қояды, таксист ұрып келатыр. Сөйтсе кішкентай бала өзімен өзі әңгіме айтып келатыр дейді. Мен папам айғыр болса, мамам бие болса, мен құлын болам. Папа бұғра болса, мама түйе болса, мен бота болам. Папа бұқа болса, мама сиыр болса, мен бұзау болам. Таксидің орны шығып кетіп артына қарап, ал папаң алқаш, мамаң алқашқа болса, сен кім боласың десе бала айтады. Таксист болам. Мынау шудан келгеннен кейін шу туралы әзір айтпай кеткен болмайды. Мына баяғыда бір жігіт отыр дейді, қораның ішіне кіріп алып, есірткен ұрып. Деп ішінде түтін сора берсе, әкесі қораның есігін ашып қалады. Бала тығып үлгереді, аузына түтінді сорбаған. Ей, сен есікті шегіп отырсың ба десе, ей, еш шығып жатыр ғой, сен шегіп алғансың ғой. Қан үрлеш дейді, баласы. Деп үрлесе әкесі, бар бабаң шақырды қойып отыр дейді.